алейкум, сайғылы сәржелер, хаберлер жаңлы яйында студияда Эльвина Халилова. Бүгінгі яйнымызда бойле хаберлерінен танышады. Ишғал етілген Қырымға су теминаты яңы баш назиры ile бағлы дава. Сабық сияси Мабиу Садан Бекировның хикаясы. Қырымда айдавжы қадынларға чечек бағышлап акциясы. Украинаның яңы баш назиры Денис Шмыгаль ишғал етілген Қырымға су берілмесіні теклиф еті. Оның сөзлеріне көре бұл су Русия арбейлері ве муисеселері үшін дегілді, ерлі әәлі үшін берілі. Баш назир ярым адаға су теминатын насыл етіп яраты жығыны ве бұл ғайеге фарқлы бағышлар аққында невбетте келев қамызда. Дюн ақшам Украина баш назиры Денис Шмыгаль ишғал етілген Қырымға су вкитрюваны теклиф етті. Там живуть українці на окупованій території. Окупант не може нести відповідальність за українців, які там живуть. Це міжнародне право, Денис, бога раді, перестаньте. Скандальна заява, Яны тайын етілген баш назир Денис Шмыгальның Шималь Қырым каналындан су берілуі ақында білдірілуі ве бұл фекірін аңлатмаға тырышқан делілері санки дерсін анда украинлер оларға ярдым етмек керекміз. Бұтын бұлар қабул етілмез білдірулер ве айны заманда яны баш назир Қырым вазиетіні асла білмегеніні көстере. Мұнда тек қырымтарлар ақында дегілде, ама Украинаның келечегі де түшінмек керек. Чүнки Украина үкіметінің бойле кебе Қырымны Русия топрағы олып қабул еткеніні көстере. Қырымның теслим етілігі Украинаның теслим етілігідір. Қырымда адамлар үшін едірлі қадар су бар, олардың арбейлері ве ишханелері үшін есе жоқ. Бұның үшін олар пек чоқ су ішлеті. Украина су бергенні істеселер, силялы құветлері үшін су ішлетілмесіні тоқтатмақ кереклер. Жұма күні акиметтен Қырымға су вақында сорадылар. Суны саны яда арби ихтияжылар үшін бермейжекміз. Оны тек керек олған тақдирде яда украинлер үшін гуманитар телеке олса бережекміз. Кечіну үшін, ичмек үшін. Цистерна, канистра, шишелернен олса біле, ама бұнмен темин етмек керекміз. Женева шартнамелеріне көре ишғал етілген топрақларда гуманитар вазиет үшін тамамылын ишғади девлет месулыла. Ве президент Зеленский ханы кыбы ишғал режимге су беріп, Қырым, Донбасс ве Украин мабустерін қайтырылмасы вақытны өз алғыштырмағанымызны анламақ керек. Украина ватандашлары ақында түшінмек керекміз, чүнки олар сусыздықтан өлмемек кереклер. Ама насыл бұл олачағыны назирлер кабинеті түшінмек керек. Мен де оны оқыдым, Женева шартнамелерінде су берілмесі ақында бір шей жоқ. Ишғал етілген Ярамадада яшаған Милли Межлис рейсінің муавины Нариман Джелал ерлі адамлардан ешбір түрлі шекерлер ешітмемегені айтты. Өз дәулетіне қайынлік япқан Русияның келмесіне қол тұтқанлар Украина Қырымға су берген сон бір шей денештірелер деп түшінмейм. Мен илкевелі 2014 сенесі ве бүгінде Украинаны өз дәулеті кеби танылғанларының фікіріне эсасланыр едім. Бір кімсе Украина дерал су беріңіз деп қычырғанларыны Қырымда ешітмедім. Не үшін шымды бойле шаматақ құбарғанларыны, не үшін акиметті олғанлар бойле бүлдірулер япқанны анламаға қиын. Әлбетте, диқатқа Қырымда ишханелері олған белі бір шақасларының Қырым бе Русия башықларының ихтияжылары алынмаса. Сабық сияси мабус ве Милли Межлис рейсінің муавины Илми Умеров ишғал етілген ерлерге су берілуі ишғаджи акиметке ярдым етecek деп айта. Вазифесіне датайын етілген сон Қырымға су бермек керек олғаны ақында білдірмек. Бұл вазифесіне келішмеген, яда салихетлі олмаған адамның, яда тонқалығыны, яда Украинын йоқ етмек үшін çalışмаға девам етecek душман олғанны көстере. Қырымның ишғалжы башы Сергей Аксенов Украинаның яңы баш назиры Денис Шмыгальның Қырымға су теминаты аққында білдірмесіне жауап берді. Аксеновның сөзлеріне көре о Киев су бермезді вазиетда бетер олажағыны беклеген. Elbette, suvni endi çoxtan berilib berib başlamaq керек edi, chunki anda Xerson, Nikolay vilayetlerinde bataqlıqlar peyda oldu. Doğrusunu aytganda, Şimal Qırım kanalı olar tek Qırımga su berilmesi üçün degil, ama Ukrainani bataqlıqlardan qorçalamaq üçün kullanaydılar. En finasını bekleyimiz, suvnu bermezler. Rusия незаретіндегі Қырым парламентінің сөзшісі Владимир Константинов Шмыгальның Қырымға су берілежегі аққында білдірмесіні провокация деп адландырды.
Керчектен су бермек азыр дегілер. Украина Қырымын парчасы ақында айтылды. Бұл ойле провокацион білдіру. Су бермеге азыр дегілер. Біз де оны қабыл етмеге азыр дегілміз. Себепсіз, мұны біз сізге су бермеге қарар шығардық. Бізге бұл су. Бүгін Бірлешкен Миллетлер Тешкілятының Тәлікесізлік Шурасы ишғал етілген Қырымда инсан ақлары вазиетіні музакире етті. Тәдбір Қырым ишғалінің 6-й йыллығына бағышланған. Отырушы Украина ве ортақлары тарафындан тешкіл етілді. Қырымда Украина президентінің даими темсілжісі Антон Кореневич ве Милли Межлис рейсі Рифат Чубаров топлашу черчевесінде ярымадада инсан ақларының бозылулары аққында айтып берді. Эдем Бекиров ишғал етілген Қырымда инсан ақларының бозулмаларыны өз көзінен көрген ве бұндан кечкенлерден бірідір. 2018 сенесі декабрь айында оқаста анасыны көрмек үшін Қырымға кете. Сыңырдай оны патлайыжы кетериатыр еді деп тевқыф етелер. Адамның юрек хасталығы ве бір аяғы кесілген олса да оны апыске аттылар. Түрмеде кечкен күнлер аққында Эдем маға мұхберлерімізге айтып берді. Я их не боялся и сейчас не боюсь. Мен олардан қорқмадым, шымды де қорқмайым. Мен апысханеде қалмай жағыма атта таққачыға да айтқан едім. Мен Аллах қоршалай. 2017 сенесі әджілікке барған едім. Шының үшін Аллах мана ярдым еті. О есе бұна инанмады. ФСБден сон ешкім се сақ қалмағанына айтайды. Мені се чықарым дедім. Евге қайтарым сені семінді бұққа батып кетерсін. Ойледі олды. Аман-аманда хос Айдын Бекиров ишғал етілген Ахмеджи сезосында бұлынайды. Ишғалжелер хаста адамна сіля патронларыны ташақанында қабатладылар. Рухи вейләжілар жиетінден басқа еттілер. Веда дегер қоланып олған ұсуларнен менің шекер хасталығым барды. Анлашымны имзалаттырмақ үшін су бермейділер. Сентябрінің едесінде дынышу черчевесінде Бекиров Украина қыта қысмына қайтып келді. Кедікі екемленің бідіргеніне көре, оның стенокардиясы бар. О да бір юрек әмелеті кешірді. Бүгінде Путин адамларыны сата. Бұл ачық алаш веріш. Мұны мені апыске алдылар. Сонра келіңіз дейіншейік. Айды яқшы біздің дейіштірділер. Украинада яшағанларыны. Мисалы оларақ қырымтыдарлар, оларының 87 қырымның тамыр халқы. Оларыны шым дейіштірелер. Анда чықаралар. Бұтын ақыл құройжы ве девлет структуралар бұл меселеге диқат еткенлеріні истередім. Ве бұтын саяси мәгүслерімізні милетіне бақмадан Украина яда қырымтатар эпісіні азат еткенлеріні истередім. Шымды әдем Русия әсерлікте бұлынған қырымтатарларға ярдым әтті. О башқа сабық сияси мабуслерден берабер ескенжелерге қаршы бір меркез тешкел етті. Өзімден сон ярамай мирас қалдырмаға істемедім. Не демек ярамай? Яни әкиметнен алашманы имзалап шартлы оларақ азат ола білер едім, белкиді. Я, менің вижданым, балаларым, торынларым бар. Олар сон адамларының yüzлеріне насыл бақажақ еділер. Бұл бірінші. Екінші, адалет әр вақыт енгеніні білем. Әр вақыт. Айдавжы қадынлар үшін чечеклер. Бойле акция ишғал етілген Ахмеджи живарындаки Аңғара боғазында тешкіл етілді. Бойле етіп 8 март арфесінде ишғалжы автоинспекция хадимлері араба қоланған қадынларны қайырладылар. С наступающим праздником хотим вас поздравить. Бұненмен сағылықлашам, яйларымызға қош олыңыз ве Facebook сайфемізге абуне олыңыз. Көрішмек үзіре.